Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписация етіп, колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қуырылған түшпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен салмасын дайындайық. Мен 2 салма дайындайтын боламын. Бірі картоппен, картопқа тұз қосып, су құйып, толық піскенше қайнатып аламыз. Келесі түшпараның қамырын дайындаймыз. Жаңағы картопымыз піскен суға жұмыртқаны және де сары май немесе маргаринді қосып араластырамыз. Біздің сары майымыз бөлме температурасында болу қажет. Одан соң қант қосамыз және де ситадан өткізілген міндетті түрде ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен гранум ұнын қолданамын, ал сіздер қандай ұн қолданасыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Жалпы гранум ұнымен кез келген затты пісіргенге өте ыңғайлы. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осындай одноразовый салафанға салып, холодильникке шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Ол арада мен салмаларын дайындаймын. Жуаны көбіктеп тураймыз. Аскөкті майдалап тураймыз. Осы тураған жуамызды және де аскөгімізді екіге бөліп, бірін осы жаңағы қайнатып алған картопымызға саламыз. Картопымызды езіп, аскөк пен жуанның жартысын қосамыз. Қалауыңыз бойынша тұз және де қара бұрышты қосып араластырамыз. Келесі екінші салмамызға фаршқа қалған жуа және аскөгімізді қосып, дәл солай жуаны және де қара бұрышымызды қосып араластырамыз. Аз ғана, егер де қатты құрғақ болып жатса, аз ғана су қосып істеңіздер болады. Енді 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын дәл видеодағыдай етіп басып шығамыз. Ұн сеуіп, жеке-жеке әрқайсысын жайып шығамыз. Содан соң осылай бөліктерге бөлеміз. Үлкендеу қылып бөліктерге бөліңіздер. Дәл сұйық тамаққа қосатын түшпара секілді емес, кәдімгі үлкен бөліктерге бөліңіздер. Әрі жасалу тез болады, әрі оңай болады және де қуырылған кезде де үлкендеу болады. Енді салмамызды саламыз. Жартысына фаршты салам және жартысына картопымызды салып түйіп шығамыз.
тұшпарамыз дайын болғаннан кейін қыздырылған табаға тұшпарамызды саламыз, жейде екі жағынан қуырып аламыз. Отымыз орташадан кішкене жоғарылау. Осылай екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Фарш міндетті түрде піседі. Біздің тұшпарамыз дайын болды. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп қойыңыздар.